Оқушылар, бізде математика сабағымызды бастамас бұрын дайындық жұмысын жүргізіп жіберейік. Көңіл күйлеріңіз қандай? Жарайсыңдар. Сабаққа дайындығымыз қандай? Керемет. Ал сабаққа ынтамыз қандай? Олай болса сабағымызды осы ғажап ынтамызбен бастайық. Біздің ортақ тақырыбымыз ғарышқа саяхат. Олай болса біздер осы ғарыш әлемі, аспан әлемі туралы білімдерімізді кеңейтетін боламыз. Мына ғарыш кемеде жұлдыздарды көріп тұрсыздар ма? Көріп тұрсыздар. Осы жұлдыздардан не көріп тұрсыздар? Бөлшектер. Бөлшектер. Қандай бөлшектер? Жарайсың. Осы мына жұлдыздағы бөлшекті пайдаланып кім өрнек құрастырады? Келе қосылған. Жарайсың. 26-дан 11 азайту, 26-дан 8-ден 26-дан 3. Енді осы келесі тағы осы жұлдыздар бөлшекті пайдаланып кім салыстыру құрастырады? Келе оны бұған. Салыстыру. Осы екі бөлшекті салыстырады. Жоқ, мына да бар. Ажарысың. Бордалы. Салыстырады. Қай жағы артық, қай жағы кем. Жарайсың. 26-дан 3-ден 26-дан 15 артық. Жарайсың, отыра ғой. Өте жақсы. Балалар, олай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы бөлімдері бірде жай бөлшектері бар, өрнектерді салыстыру. Енді біздер мына ғарыш кемесімен ғарышқа саяхат жасаймыз. Олай болса, ең бірінші біздің саяхатымыз қай ғаламшардан басталады? Меркурийден басталады. Күнге ең жақын орналасқан ғаламшар бұл кіші ғаламшар Меркурий. Одан кейінгі екінші ғаламшар бізде шолпан, одан кейін күнге жақын орналасқан үшінші ғаламшар бізде жер. Бұл жер ғаламшары жалғыз ғана тіршілігі бар астрономиялық нысан. Олай болса, осы үш ғаламшарға саяхат жасау үшін тапсырма орындаймыз. Меркурийдің тапсырмасын бірінші топ орындайды. Бөлімдері бірде өрнектердің мәнін табасыздар. Топпен орындай қоямыз. Екінші шолпанның тапсырмасы салыстыру. Бөлімдері бірдей. Бөлшектерді салыстырасыңдар. Кеттік. Үшінші тапсырма. Бөлшектерді өсу ретімен жазып, біздің галактиканың қалай аталатынын білеміз. Ал жаза қояйық. Болған топ қол көтереді. Жарайсыздар. Осы жазған есептеріңізді қазір дәптерлеріңізге жазасыздар. Бірінші топ болыпты. Айтамын. Бір нәрседе 40-тан 13 қосу, 40-тан 5 қосу, 40-тан 2 тең болады 40-тан 20. 40-тан 20 деп. Дұрыс па балалар? Қазір бұны тексереді екінші топ. Келесі 34-тен 19 азайту, 34-тен 6, қосу 34-тен 3. Қанша болады? 34-тен 16 болады. Бұны тексереді екінші топ. Қатесі болса түзетесіздер қазір. Келесі шолпанның тапсырмасы салыстыру. Қай жағы үлкен екенін салыстырады. Бұл топтың тапсырмасының дұрыс емес екенін тексереді. Бірінші топ тексеріп беріңдер. Дұрыс па, дұрыс емес па? Сендер тексеріңдер, қате болса түзетесіңдер. Үшінші топтың тапсырмасы өсу ретімен жазып, біздің галактика қалай аталатынын білеміз. Біздің галактика қалай аталады екен? Құс жолы. Өте жақсы, керемет. Жарайсыңдар. Өте жақсы. Келесі біздің тапсырмамыз Марс ғаламшары. Марс ғаламшары қызыл жұлдыз деп те аталады. Ол күнге 4-ші орналасқан ғаламшар екен. Марстың тапсырмасы бізде амалдардың орындалу ретін анықтау. Салыстыру. Дұрыс па екен? Тексердіңдер ма? Дұрыс па? Өте жақсы, жарайсыңдар. Келесі тапсырма сіздерге Марстың тапсырмасы. Орындай қояйық. Амалдардың орындалу реті.
Келесі, Меркурийді тексердіңдер ма? Дұрыс па? Өте жақсы, жарайсыңдар. Сіздердің тапсырмаларыңыз, келесі ғаламшарымыз біздің Юпитер. 5-ші ғаламшар, оның тапсырмасы. Шебер тақтайшаны жұмыс үшін суретте көрсетілгендей теңдей 2 бөлікке бөліп кесе алады. Кәмпит түрінде міне бейнеленген өрнек жасау үшін шеберге ең аз мөлшерде қанша бүтін тақтайша қажет. Келесі біздің ғаламшарымыз Сатурн. Сатурн күннен 6-шы ретпен орналасқан Сатурнның тапсырмасы. Ұзындығы 10 см кесінді сызы, оны теңдей 5 бөлікке бөлесіңдер, және сол кесіндіні пайдаланып бөлшек құрастырасыңдар, және оны салыстыру. Ал кеттік жұмысымызды жалғастырайық. Жұмысымызды жалғастырамыз бірлесіп. Болған соң әдеттегідей қолын көтереді. Жарайсыңдар, берілген есептерді дәптерлеріңе жазып отырасыңдар, Жақсы. Олай болса, бірінші топтың Марстың тапсырмасын тексеріп жіберейік. Амалдардың орындалу ретін анықта. Ең бірінші қандай амалды орындадыңдар? Екінші көбейту амалы, үшінші қосу амалы. Сонда мәнінде қандай сан шықты? 46,808. Жарайсыңдар, өте жақсы. Дұрыс, дәптерлеріңізге жазып ала қойыңыздар. Келесі Юпитер дейсіз. Ал, айта ғой. Неше? Теңдей неше бөлік бүтін? Қанша тақтайша? 2 бөлшекті жартысын бөлігінде 1 бөлшек болады. Енді оны табу үшін 4-ке 1 қосып, және 4 қосылған 1, қосылған 1, қосылған 1, және 7 бөлшек. Кәмпит түрінде бейнеленген өрнекті жасау үшін шеберге 7 бүтін тақтайша қажет. 7 бүтін тақтайша, дұрыс айтасың. Міне, 1 бүтін тақтайша, 2 бүтін тақтайша, 3 бүтін тақтайша, 4 бүтін тақтайша. Мынала жарты-жартыдан біреу, мына екеу жартыдан біреу, мына екеу жартыдан біреу. Сонда барлығы бүтін 7 тақтайша. Өте дұрыс, есептер өте дұрыс, тамаша. Жарайсыңдар. Келесі Сатурнның тапсырмасы 10 см кесінді сызған. Дұрыс, теңдей 5 бөлікке бөлген. Қандай бөлшек шықты? 5-тен 3. Келесісі қандай бөлшек шықты? 5-тен 2. Екеуін салыстырғанда қай жағы артық, қай жағы кем? 5-тен 2 кем болды, 5-тен 3 артық болды. 5-тен 3, 5-тен 2-ден артық дейді. Жарайсыңдар, өте жақсы, тамаша. Олай болса сіздерді 3 топты да орындаған тапсырмалар үшін тамаша, керемет және жарайсыңдар деген бағалаумен бағалайтын боламын. Енді балалар, осы жаңағы жазған есептерімізді дәптерімізді жазып отырмыз ғой, Жақсы. Олай болса, келесі біздің тапсырмамыз сиқырлы шар. Мына шардың ішінде сұрақ бар. Осы бүгінгі сабағымызға байланысты сұрақтар. Осы сұрақтарды пайдаланып жауап беретін боламыз. Шарды шыдамын жара қойды. Сұраққа жауап береміз. Ал президент сұрақтарды жарайсыздар, керемет. Сұрақтарға жауап береміз. Кім дайын? Айта ғой, үшінші топ сұрағымды оқи ғой. Бөлімдерін бірдей бөлшектерді азайту үшін бөлімдерін сол күйінде қалдырамыз, ал бөлшектерін азайтамыз. Алымдарын азайтамыз. Жарайсыңдар, керемет. Келесі айта ғой. Бөлімдерін бірдей бөлшектерді қайсының алымы артық болса, сол бөлшек артық болады. Ал қайсының алымы кем болса, сол бөлшек кем болады. Жарайсыңдар, керемет. Келесі бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу үшін біз бөлімдерді өз күйінде қалдырамыз, ал алымдарын қосамыз. Жарайсыздар, керемет. Үш топта сұраққа өте жақсы жауап берді. Сіздерді барлық жүйеде қазір бағалайтын боламын. Енді біздер бүгінгі сабаққа өте жақсы түсінсек, қолдарыңызда жасыл белгі бар, біз соны көтереміз. Егер әлі де сұрағыңыз болса, сары белгі, түсінбесеңіздер қызыл белгі. Өте жақсы
жарайсыңдар. Бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Иә. Жақсы, сау болыңыздар.